Жас сарапшы 2012 республикалық байқау жарияланды. Оған еліміздегі жоғарғы оқу орындарында экономикалық мамандықтар бойынша білім алатын 3-ші және 4-ші курс студенттері қатыса алады. Бұл туралы бүгін байқауды ұйымдастырушы Болашақ қауымдастығы мен экономикалық зерттеулер институтының өкілдері баспасөз мәслихатында мәлім етті. Аталмыш білім ордасындағы макроэкономикалық және қолданбалы экономикалық математикалық зерттеулер орталығының директоры Сара Алпыспаеваның айтуынша, басты мақсат студенттердің ғылымға деген қызығушылығын арттырып, дарынды жастарды қолдау. 3 кезеңнен тұратын байқау қазақ және орыс тілдерінде өткізіледі. Оған қазірден бастап өтініштер қабылдануда. Іріктеу мерзімі шектеулі. Қазан айының 25-іне дейін қатысуға тілек білдірушілер Қазақстан Республикасының ұлттық қоры қаражатын тиімді қолдану саясаты, халықтық IPO болашағы, зейнетақы жүйесі, Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына ену салдары мен шағын және орта бизнестің бірыңғай экономикалық кеңістіктегі бәсекеге қабілеттілігі сынды 5 тақырып аясында зерттеулерін жолдауы тиіс. Іріктеуден өткен үміткерлер үздік экономистерден дәріс алу және ірі компанияларда тәжірибе жинақтау мүмкіншілігіне ие болады. Жастардың зерттеу еңбектерін экономика саласындағы министрліктердің өкілдері мен ұлттық компаниялардың басқарушылары, сондай-ақ болашақ стипендиясының түлектері сарапқа салады. Жүлдегерлерге бағалы сыйлықтар мен сертификаттар және үздік жас экономист атағы беріледі. Айта кетейік, бұл байқауды келешекте дәстүрлі түрде өткізу жоспарланып отыр. Алдағы уақытта басқа да мамандықтарды қамту көзделген. Болашақ қауымдастығының ең басты мақсаттарының бірі өзіміздің шетелде алған тәжірибемізді, шетелде алған білімімізді осы Қазақстан жастарына тарату. Бұл байқау жайлы ақпарат еліміздің университеттерінде бар. Бір апта бұрын жіберілді және біз қатысуға деген өтініштерді қабылдай бастадық. Сол өтініштерін Болашақ қауымдастығының имейліне info@bolashak.kz